Сәлем баршаңызға, майсүйек дайындаймыз. Кастрюлямызға бір кесе қуырылған тары салып, үстінен жылы су құйып, жуып тазартып аламыз. Суы таза болғанша 5-6 рет қайталауымызға болады. Кейін үстінен бір кесе сүт құйып, оны газға отқа қоямыз. Тарымыз қайнап жарылғанша қайнатып аламыз. Сосын отты өшіріп, қақпағын жауып, тағы да 10 минутқа бөлек қойып қоямыз. Себебі ішінде қалған суын өзіне сіңіріп алу үшін. Кейін тарымыздың үстінен 100 граммдай сары май қосамыз. Және де 3 ас қасық қантымызды қостым. Осыны жақсылап араластырамыз. Тары әлі де жылы күйінде болғандықтан сары майымыз еріп кетеді. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң суығанша бөлек алып қоямыз. Суығаннан соң бір кесеге видеода көрсетілгендей етіп тарымызды салып, кішкене басып, тарелкаға аударып саламыз. Қасына жент, құрт қосып, әсемдеп дастарханға қойсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.